Ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер, біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. 21 ғасыр адамзатқа бейбітшілік пен технологиялық өркендеу әкелуі керек еді. Алайда бүгінгі геосаяси шынайылық мүлдем басқаша. Сарапшылардың пікірінше, әлем екінші дүниежүзілік соғыстан бергі ең қауіпті кезеңде тұр. Халықаралық келісім шарттар күшін жойып, ядролық державалар арасындағы бәсекелестік шегіне жетті. Үшінші дүниежүзілік соғыс бұл жай ғана фантастикалық фильмдердің сюжеті емес. Бұл кез келген сәтте тұтанып кетуі мүмкін нақты қауіп. Жер шарында алып империялардың мүдделері соқтығысып, әскери қуат шоғырланған бірнеше сындарлы нүкте бар. Бүгінгі видеода біз жаһандық қақтығыстың ошағына айналуы мүмкін ең қауіпті үш аймақты географиялық және әскери тұрғыдан талдаймыз. Ол жерде соғыс неден басталуы мүмкін және оның соңы неге әкеледі? Саяхатымызды бастайық. Бірінші және ең қауіпті аймақ Тайвань бұғазы. Бұл Вашингтон мен Бейжің арасындағы текетірестің басты нүктесі. Қытай Халық Республикасы Тайваньды өзінің ажырамас бөлігі деп санайды және оны бейбіт түрде қажет болса әскери күшпен қайтаруға дайын екенін ашық мәлімдеп келеді. Бірақ бұл жердегі мәселе тек жерде емес. Тайвань әлемдік экономиканың жүрегі. Жер шарындағы ең озық микросхемалар мен чиптердің 90%-дан астамы осы аралда өндіріледі. Егер Қытай аралды басып алса, ол жаһандық технологиялық нарықты толық бақылауға алады. Бұл ақш үшін стратегиялық жеңіліс деген сөз. ақш заң жүзінде Тайваньды қару-жарақпен қамтамасыз етуге және оның өзін-өзі қорғау құқығын қолдауға міндетті. Егер Бейжің әскери операция бастаса, ақш флот пен әуе күштерін жіберуге мәжбүр болады. Бұл екі ядролық алпауыттың тікелей соқтығысуына әкеледі. Мұндай қақтығысқа Жапония, Оңтүстік Корея және Аустралия сияқты ақш одақтастары да тартылып, соғыс бүкіл Тынық мұхиты аймағын шарпиды. Екінші қауіпті аймақ Таяу Шығыс. Бұл аймақ ондаған жылдар бойы тынышталмаған ұнтақ өшкес іспетті. Қазіргі таңда бұл жердегі негізгі текетірес Израиль мен Иран арасында жүріп жатыр. Бұл тек екі елдің арасындағы діни немесе территориялық дау емес. Иранның ядролық бағдарламасының дамуы және оның аймақтағы прокси топтары Израиль мен ақштың қауіпсіздігіне тікелей қатер төндіреді деп есептейді Вашингтон мен Тель-Авивте. Егер Иран ядролық қаруға ие болса, Израиль оның ядролық нысандарына алдын ала жойқын соққы беруі мүмкін. Бұл соғыстың зардабы, Алла сақтасын, бүкіл әлемге тиеді. Себебі Иран әлемдік мұнайдың 20% өтетін Ормуз бұғазын бұғаттап тастай алады. Мұнай бағасы бір күнде аспандап, жаһандық экономикалық дағдарыс басталады. ақш өз одақтасы Израильді қорғауға кіріссе, Ресей мен Қытай Иранды дипломатиялық және әскери тұрғыдан қолдауы мүмкін. Бұл локалды қақтығыстың үлкен коалициялық соғысқа басу сценарийі. Үшінші және Еуропадағы ең қауіпті нүкте Сувалки дәлізі. Бұл
Польша мен Литва шекарасында орналасқан, ұзындығы бар жоғы 100 шақырымдай болатын тар құрлық жолы. Бұл дәліз бір жағынан Ресейдің одақтасы Беларуспен, екінші жағынан Ресейдің анклавы Калининград облысымен шектеседі. Әскери стратегтер Суwalki дәлізін НАТОның ең әлсіз жер деп атайды. Егер Ресей мен НАТО арасында тікелей қақтығыс басталса, Ресей әскері бұл дәлізді екі жақтан соққы беріп, жауып тастауы мүмкін. Бұл жағдайда Балтық жағалауы елдері Литва, Латвия және Эстония НАТОның қалған бөлігінен толықтай оқшауланып қалады. НАТО жарғысының 5-ші бабына сәйкес, альянстың бір мүшесіне шабуыл жасау барлығына шабуыл жасаумен тең. Бұл дегеніміз, Суwalki дәлізінде атылған бір оқ ақш, Ұлыбритания, Франция мен Германияны Ресейге қарсы соғысқа ресми түрде қосады. Еуропа ортасындағы мұндай соғыс өте тез арада ядролық қару қолдану деңгейіне жетуі әбден мүмкін. Бұл үш аймақ қазіргі әлемнің қаншалықты нәзік екенін көрсетеді. Саясаткерлердің бір ғана қате шешімі немесе шекарадағы кездейсоқ әскери оқиға жаһандық апатқа соқтыруы мүмкін. Қазақстан алып державалардың ортасында орналасқан мемлекет ретінде бұл үрдістерді жіті бақылап отыр. Біздің көпвекторлы дипломатиямыздың басты мақсаты осы текетірестерден тыс қалып бейбітшілікті сақтау. Үшінші дүниежүзілік соғыста жеңімпаздар болмайды, тек зардап шегушілер ғана қалады. Сондықтан адамзат өткен тарихтың қателіктерінен сабақ алуы тиіс. Назарларыңызға рахмет. Сіздің ойыңызша бұл үш аймақтың қайсысы ең қауіпті? Пікіріңізді жазып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бейбіт күнде жолыққанша сау болыңыздар. Аллах елімізге тыныштық, берекет берсін.